Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеом үй гүлдеріне қарапайым үйдегі картошкамен қандай дәрумен жасап береміз. Және ол картошканың құрамында қандай керемет заттар бар. Гүлдердің иммунитетін қалай көтереді, қалай дайындап береміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің каналымдағы барлық осындай пайдалы, жаңағы керекті видеолардың бәрін өткізбей көретін боласыздар. Үй жағдайында менің каналымда көптеген дәрумендер бар. Қолдан жасап беретін кәдімгі қарапайым ас бөлмеде табылатын тағамдардан жасалып берілетін көптеген тыңайтқыштар бар. Ол тыңайтқыштардың құрамында әртүрлі дәрумендер бар. Сол себептен, мысалы, сіздер ойлайтын шығарсыздар, бұл көптеген дәрумендерді шығара береді видеоға, бірақ бәрі бір емес па осының деп. Жоқ, олардың әрқайсысының құрамында өзі әртүрлі дәрумендер бар. Мысалы, біз адамның өзі бір затты үнемі жей бермейміз ғой. Біз түрлі тағамдармен тамақтансақ, біздің организмімізге әр тағамнан, әр овощтан, әр фруктыдан, әр дәнді дақылдан керекті витамин аламыз, дұрыс па? Еттен бөлек неше түрлі витаминдер аламыз. Укроп, петрушка, капусталардан, мысалы, басқа әр түрлі дәрумендер аламыз. Етте жоқ дәрумендер аламыз да, мысалы, сухофруктылардан да етте жоқ, овощыда жоқ, капустада жоқ дәрумен аламыз. Сол секілді бұларға да әр түрлі дәрумен беру керек үй гүлдеріне. Ал енді сіздер бір күні, мысалы, құмшекермен дәрумен жасап бердік деп есептейік та, мысал ретінде. Ертеңіне емес, бір 3-4 аптадан кейін гүл шөлдейді. Шөлдегеннен кейін жақсылап топырағын тексеріп, келесі дәрумені жасап беріңіз. Ол кезде уже бір цитрустан ба, не болмаса басқа заттан да, кәдімгі сол кухняңызда табылатын пияздың қабығынан ба, или не болмаса дрожждан ба дәрумен жасап берсеңіз болады. Сол кезде гүл өзіне жетіспей тұрған керекті витаминін өзіне алып отыратын болады. Ал енді картошканың қалай дайындаймыз дейтін болсаңыздар, кәдімгі картошканың өзіміз жаңағы балаларға пюре жасау үшін үйде қайнатамыз ғой. Сол қайнаған картошканың суын сүзіп алсақ, сүзіп алып осы гүлдерге құйсақ болады екен. Оның да құрамында көптеген дәрумендер болады екен. Әрине жаңағы ішіндегі картошкасын балаларға пюре қылып жасап берсеңіз болады. Бірақ картошканы қайнатқан кезде тұз қоспай қайнатыңыз. Тұз қоспай қайнатыңыз, суын құйып алыңыз. Суын құйып алғаннан кейін уже ана картошканы езіп, пюре жасап, не болмаса пирожкиге пюре жасаған кезде, сол кезде өзінің тұзын, келімдарысын, басқа да приправалар қосып араластыра берсеңіз болады. Егерде гүлдерге картошканың витаминін бергіңіз келсе, дәл солай қайнатып алыңыз, жақсылап сүзіп алыңыз. Сүзіп алған суды 1 литрге 1 литр таза су қосыңыз. Суғаннан кейін 1 литр картошканың қайнаған суына 1 литр кәдімгі таза су құйып, гүлдерге топырағына аз-аздан құйсаңыз болады екен. 100 граммнан құйып шықсаңыз болады. Әрине, әр тыңайтқышты өзінің нормасымен пайдаланған дұрыс. Көбірек пайдаланып, мынау топырақта ұзақ тұрып қалатын болса, ол уже топырақтың жаңағы ылғалын ұзақ ұстағандықтан ол саситыны болады, не болмаса жаңағы тамырға зиянын келтіруі мүмкін. Сол себептен ішінде көптеген құрамында витаминдер бар, жаңағы картошканың да, гүлдердің өсуіне, гүл ашуына, дамуына, және де көптеген ауруларға жаңағыдай бір орынға ауыстырғаннан гүлдеріміз стресс алып жатады ғой. Сондай стресстерге де қарсы тұрғызатын, гүлдің иммунитетін көтеретін көптеген пайдалы микро-макро элементтер бар. Сол себептен дәл осы тыңайтқышты дайындап берсеңіздер болады. Гүлдеріңіз жайқалып өсе берсін. Менің каналымдағы көптеген
осындай қол үй жағдайында жасалатын дәрумендер бар. Мысалы, зиянкестермен күресетін де түрлі үй жағдайында жасалатын тұнбалар бар. Мысалы, лавровый листпен, пияздың да негізі зиянкестерге қарсы күресетін нелері бар. Кір сабынның барлық видеоларды ашып көрсеңіздер болады. Кәдімгідей сіздерге тегін ақпарат. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Бірінші рет жасап тұрғандар нормаменен абайлап, өзінің нормасынан асырмай пайдаланыңыздар. Қалған артылып қалып жатқан тыңайтқыштарыңызды даладағы өсімдіктерге берсеңіздер де болады. Оларға да керемет пайдасын тигізеді. Не болмаса жаңағыдай болады ғой, естің алдына укроп, петрушка, көкпияз егіп атамыз да көктем уақытысында. Соларға құя салсаңыздар болады. Ешқандай зияны жоқ, пайдасы болмаса, неге осы тыңайтқышты жасап көріңіздер. Неге бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Гүл өсіретін туған туыс ағайындарыңыз бар болса, поделиться деген кнопканы басып, сол кісілерге таратсаңыздар болады. Егер де менің каналымды таппай жатқан жағдайда. Гүлдеріңіз жайқалып өсе берсін, сау болыңыздар.